Саламатсыңар, урматтуу жолдошум. Бүгүн биз силер менен кайрадан Кыргыз элинин Манас баатырлык эпосу жөнүндөгү көрсөтүүлөрүбүздү улантабыз. Ушул силерге мурда айткандай, мен Сагынбай Орозбаковдун бактын вариантынын негизинде кыргыз тилинде 5 томдуу Манас романын кара сөз түрүндө жаздым. Мына бул китептер силердин көз алдыңарда турат. Бул китептердин баарын мен Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин алдындагы билим берүү академиясынын текшерүүсүнөн өткөрүп, азыркы учурда бул китептердин баары мектеп программасына Манас эпосун окуп үйрөнүүдө кошумча окуу куралы катары сунушталган. Мектеп окуучуларына Манасты окуп үйрөнүү жеңил болсун деп мен атайын 8-11 класстын окуучулары үчүн мындай кылып жумушчу дептерлерди түзгөнмүн. Бул дептерлер дагы учурда билим берүү академиясы тарабынан мектеп программасына киргизилген. Азыркы учурда мен 3 жылдыктын 2-чи бөлүгү болгон Семетейдин үстүнө иштеп жатамын. Семетей боюнча 1-чи том романымды бүттү, азыр 2-чи томдун үстүнө иш жүрүп жатат. Биздин эпосту мындан ары дагы дүйнө жүзү таанылтуу максатында мен 5 томдуу романымды толук бойдон өзүм орус тилине которуп, аны атайын интернет сайт ачтым, epos-manas.com. Ушул сайтка романдын орусча жана кыргызча варианттарын сатуу үчүн койдум. Кимде ким кааласа ошол жерден китептерди сатып алса болот. Мындан тышкары мен ушул видео тасмаларды кыргыз жана орус тилдеринде чыгарып жатамын. Орус тилиндеги видео тасмалар дүйнө жүзүнүн 112 тилиндеги субтитрлер менен коштолуп жатат. Бул деген дүйнө жүзүнүн кандай гана жашоочусу болбосун, эми роман менен, Манас эпосунун негизинде жазылган роман менен өзүнүн эне тилинде же өзү жакшы билген тилде тааныша алат дегенди билдирет. Ошондуктан мен силерден суранат элем, биздин видео тасмалар жөнүндөгү маалыматты өзүңөрдүн жакынкы жана алыскы чет мамлекеттерде жашап жаткан туугандыктарыңарга, дос жарларыңарга, тааныш билиштериңерге билдирип койсоңор, Манас эпосун жайылтууга өз салымыңарды кошкон болот эле. Мына мен Манас жөнүндө кыскача айтайын дегеним ушул. Эпос жөнүндө эми силердин уруксатыңар менен мен романымды окууну улантсам. Бул сакчы эмне деп дөөдүлөп жатат? Женегелди Жакыптын. Шамамда ал мени көчөдө саңып жүргөн сыяк деп ойлоп жатса керек. Ага ким экенимди билдирейин. Ошондо сенин абалыңды көрөмүн. Мени кимсиң деп сурап жатасыңбы? Ачууланды Жакып. Макул, анда ким экенимди айтып берейин. Алтайдан көчүп келген кара кыргыз уругунанмын. Сен бек менин жепүүчүдөй айванча кекетип сүйлөп жатасың. Билип кой, мен сенден коркпоймун. Керек болсо жанымды аябастан алдыңарга албастыдай канымды чачамын. Сиз кимсиз? Аксакал? Чочулаганда Суразбек. Менин атым Жакып, сүрдүү жооп берди абышка. Эч ким көрбөгөн кыздарыбызды сиз кайдан көрдүңүз? Мен кыздарыңарды атайлап караган жокмун. Абыстын жогору жагында курайдын арасында намаз окуп жатып, кокусунан алып көрүп калдым. Мен силерге жуучулукка келдим десем, эмнеге мынчалык өпкөңөр кысылып, өңүңөр бузулуп жатат? Кебетиңерге караганда, мурда кызыңарга келген жуучулардын баарын кырып өлтүрүп жүргөн немелер окшойсуңар. Андай аша чаппаңыз, аксакал. Кабагын чытты Акылбай.
Анда неге қиынсынып? Мен өлтірем деп үйленіп жатасың. Өлсе, жалғыз шал өледі. Кетсе, жалғыз шал кетеді. Бірақ біліп қойғыла. Мен өлсем сілерге, тәжіктерге өлім тез жетеді. Кешіресің. Ошондуктан менен кежілдешіп, ажылдашып отырбастан, қаныңарға тезірек барып, келгенімді айтқыла. Мен өлсем өліп қалармын. Бірақ тек жатып қалбастан, өзім оқшыш шалдардан, өкімсінген заңардан, екі-үчөөнү қошып ала кетемін деп бек сөйледі Жақып. Бұл қандай өжірленген арқалық чал деп оғы өтір таң қалды бек. Мұны қанға алып барсам ба? Ушул мезгилде мечитте азан айтылып, бар шам намазына киришти. Алардын арасында қан намазын окуп, 30 шақты нөкерлердің ордосына бара жатқанда, алдынан Акылбай шырқап барды. Урматтуу қаным, деді бек. Ордуға бір ақсақал надан киши келіп, аябай дөдүрүп, кыйынсынып сүйлөп, сиз отурган шапканага отуруп алды. Абышкан не деді? Ал капкайда болбогон сөздөрдү айтып жатат. Карый жооп берди Акылбайыбыз. Мен 6 айдан келдим. Алыр ажыреттин кара тоосунда Анжанда турамын. Кызыңарды көрүп, силерге жуучу болуп келдим деп, журт айтпаган кепти айтып жатат. Биз аябай саланып, сени өлтүрөбүз дедик. Өлтүрсөңөр өлтүргүлө деп чалды аябай өжүргөн. Биз аны өлтүрүп салат элек. Бирок сиздин уруксатсыз өлтүргөнгө батын албастан, аны тим койдук деп Акылбайыбыз Атемирге таазим кылды. Аябай ачуусу келген карт башын чайкап, Жақыпты өлтүрүп салууну ойлоп, капысынан анын 6 айдан келдим деген сөздөрүн эстеди. Бул алуу экенин качырган манастын атасы окшойт деп коноктун ким экенин түшүнгөн канды калтырак басты. Жақып капканга келип катылса, ордомо келип улукса, бул ой неме эмес окшойт. Алуу келип, шооруктун түбүнө жеткен кыргыздар мени соогоет беле. Алар өтө сылык, этият болуу керек деп ойлогон Атемир өзүн өзү колго алып, Акылбайыбызга сүрдүү карады. Силер айткылачы, жуучу болуп келген чалдын жолдошурусу бар экен. Анын аттары кандай экен? Кечиресиз каным, биз бул жөнүндө андан сурабадык. Мунун баарын тактабастан туруп, мага сөз айтканыңар надандык. Аны өлтүрөбүз деп ачууланып, өтө надандык кылыпсыңар. Кечиресиз каным, айып бизде. Бир кашык каныбызды кечип, ырайым кылууңузду жалынып жалбарып суранамын деп үрөө учкан Акылбайыбыз Атемирдин алдына чөгөлөдү. Макул, салтанаттуу жооп берди Атемир. Бирок дагы бир жолу ушундай улуксоонду кетирсеңер, жаныңардан үмүт кылбагыла. Мээримди өлүңүз үчүн чоң рахмат. Жанын аман калганы сүйүнгөн Акылбайыбыз жашып кетти. Азыр кайра чыккыла дагы Абышкандын аты жөнүн, атасын анык сурап билгиле. Жарайт каным. Анан дагы сурагыла. Аксакалдуу болгондо кызды өзү алат бекен? Жаны иниси кызымды алабы? Кандын кызы мага бергиле деп тажиктин элин кыстагандай, бизике кеткендей, ал ким? Эгерде Абышка оңой ортоң жан болсо, башын кесип алып, күрүштөнгө илип салгыла. Жарайт каным деп Акылбайыбыз жанына Абдыкалык, Төлөбекти жана 2 желдетти алып, Жақыпка кайра барды. Бул өзүнүн өлүм издеген, өкүмсүнүп кыйынсынга чал экен. Эми өз ажалы өзүнө анын ташталтканын чыгаралы деп бек Жақыпка кыжынып барды. Ала Жақыпка келгенден кийин салам бербестен унчукпай туруп калышты. Абышка дагыларды жан дебестен тынч отура бергенде бектер аябай таң калышты. Бул кыйынсынган чал улук сыпат неме окшойт деп башын чайкады Абдыкалык. Аны менен сылык сүйлөшпөсө, зыян тартып калбайлы. Аксакал экенсиз, кичпейил кайрылы Жақыпка бек.
Бізге азып жүрген адамдай қайдан келіп қалдыңыз? Өзіңізден не іш қыласыз? Сіздің қымбатыңызда кішілер бар ма? Байлығыңыз, ақшаңыз бар ма? Бұның саған не керегі бар? Жақтырбай сұрады Жақ. Сіз жаман жолықты баштап, дигерден бері бұл жерде тікірейіп тұрасыз. Егерде қоқыс қорбасы шығып қалса, сізге қорлық қылбасын. Ал сізді жарадар қылып, өлтіріп қойсам не olur? Ақылбайыз бай айтқандай, календарханаға барыңыз. Тегі қайдан келдіңіз? Деп Абдықалып Жақыпқа сұрауын жаңбырда жазырды. Азаматтар, орнынан тұрмасан жауап берді Жақып. Сіздердің қарайып жатқан бағыңар, қалдайып жатқан тамыңар, аябай көпелде шаған қалаңар, Атамирде қаныңар бар екен. Бірақ сіздер қонақ күткен ел болусы бар керек. Андай деп едіңіз, ақсақал, наразы болды Абдықалып. Башқалар сияқты біз қонақ ұзатып, қонаққа барып, сый үстінде жүрген елбіз. Мен де ошанты ойландым. Мысқылды қарап тәжікке Жақ. Ошалықтан қант өле жалғыз шалышынтып көшеде қалып кетсін. Сіздер маған жай, ашығар болсы, аны белгілі. Егерде сатыла тұрған болсы, айтқыла. Мен тиыныңарды берейін. Темен арқалықтан барысы алушы деп ойлап жатасыңар ма? Жоқ. Менде 7-3 ақша бар. Қадан ұсқаны білбеген, қонақ келсе қоржыңдап тілдеген адепсіз қалып қоқшайсыңар. Жоқ, ақсақал. Анда неге түбің бар бі деп түлкіп жатасыңар. Сіздер мені тексіз кіші деп жатасыңар ма? Темтейіп келген бір чал дедіңер бе? Менің башқа атам Бабырқан, өзімдің атым Жақып. Тақсыр, жылы сұрады Абдықалып. Қызыңызды кем үшін сұрап жатасыз? Қызыңарды ұлым мына үшін сұрап жатамын. Сіздер болса мен орда қор қылып, қонақ қылбай, қиынап жатасыңар. Ер манасына тағылып жүрген Абдықалыптың несі шығып, жүрегі алқымына тақалды. Біздің Құдай аны ұрып тұр, қалтырап түсілі ойланды бек. Бұл ақсақал манасына тас тұрбайбы? Мұны білбестен ана қарат қылып, арнесені бүлсіріп, қыжырына тиіппіз. Мен бұл жөнделіктері қанға қалар білдірейін. Сіздер ұшыл жерде тұра тұрғыла деп, Абдықалып ордығы шашқан бойдан жөнеді. Атемірге келгенден кейін бек ашығы сөйледі. Қаным, деді Абдықалып, бізді чоң қырсық басыптыр. Келген чал Қырғызстан шыққан аты жоқ, жүр, білді екен. Аның қандай келгенін білмейміз. Сұрауларымызда қызыңарға жаушы болып келсем, сұраған бір жан жоқ. Қонақты қорқытқан, қопшылған қандай елеленер деп, жауап берген чалдың жini келіп жатады. Аның жанында қоштаған біреу бар ма? Ешкім жоқ. Ал өзі жалғыз отырар. Аның аты кім? Қызымды кім үшін сұрап жатыптыр? Ауышқанның аты Жақып екен. Ал қызымды мана үшін сұрап келіптір. Ұмыққанда қандың өңі бозара үшті. Біз таза анық бар елге қалып тұрмыз, деп чөчеді Атемір. Қалауызға ешкім жеңбеген атақты Манас Батырдың атасы келіптір. Танымастан ана арнесені бір сөйлеп, аны мазақтаппыз. Шындықтан сен Абдықалып, аны тезінде мейманхана сарайға бектер отырған жерге жағаштырған. Ағашықша сөйлеп, жүніне түйіп албағыла. Жарайды. Баса аға барып сұрағыла. Абышқа жақтырған қызымның аты жөнін білді бекен де жоқ бұл. Мұшыны тақтағаннан кейін баға баянын айтып бергілі. Құп болып қаным деп Абдықалып шашқан бойдан Жақыптың алдына жетіп барды. Чочылаған бектер қонағын мейманхана сарайға жағаштырып, тамақ ашып беріп, сөйлей баштады. Жақып тамақты жеп, құрсағы тойғаннан кейін көңілі ашылды. Ақсақал, қайдан келдіңіз? Ішпей тұрады Абдықалып. Балаңыздың аты жөнін, қандай екен жөнінде төкпе шешіп айтып берсеңіз. Мақұл, жылмая жауап берген Жақып. Манастың өмірбаянын, қайдан қатын алғанын, қақанға шатақ салғанын,
Anjiyandı alğanın, ayal alıp berini suranğanın, bütçerlik kıdırıp, kız izlep жүргөнүн oturgan beklerge aytıp berdi. Kanday Bahatır'ın atasalarga kelgen uqqandan keyin beklerin başı aylanıp, tilden kalıp, Jakıp'tı jaldıraap tüktep kalıştı. Birinci ol, özün kolga algan Abdıkalık, Abışka kayradan suroo menen kayrıldı. Akşakal, köp kızlarыбызды көрүp, алардын бирөөсүн жактырып, таамай көрүп турсуз. Бирок ал кыздын аты жөнүн уктуңузбу? Ушуну бизге айтып берсеңиз. Siz kimden kızını izlep жүрөсүz? Жактырган кыздын атын даана уктум. Мен авустун жогорку жагында жерде намазымды окуп жаткан элем. Kapısından 41 kız gelip kaldı. Allah beni görüp kalmasın deyip köp kurayın içine yaşınıp kaldım. Ошондо эки кыз yanımda kokok жемишке келишип, аны сууруп алганга аракет кылышты. Алардын бири экинчисине Сани Рабига деп кайрылды. Сани Рабига дейт Абдыкалык. Мына урматтуу жолдоштор, биздин убактыбыз соңуна жетти. Мен силерден коштошолум. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта калыңар.